Номерді алайын деген ғой. Алдым, бірақ мынаны шешіп алдым. Шешейін деп тұрмын. Шешіп берем десеңіз, қуана-қуана қарсы аламын. Ой, рахмет, көп-көп. Добрые люди помогли. Әдемі қыз болсаң осы ғой. Мендер көмектесіп жібереді. Деп сторис тұрып барадыр ғой. Нарта ботамен сөйлесіп келе тұрмын еще. Таңдап алған, төлеп қойған номерімді басқа біреу алып қойыпты. Представляете, оказывается, Эйковта подписать ету керек екен. Оны сен ақшаны төлегеннен кейін бір 5-10 күннің ішінде подписать деген кнопканы басу керек екен. Мен соны баспағам. И сөйтіп менің номерімді басқа біреу алып алған. Енді маған чегімді распечатка жасап кел деді. Қазір басқа номер таңдаймыз дейді. Енді білмеймін, енді сейчас будем решать. Может, ертең келетін шығармын. Не знаю, короче, менің күшті номерімді басқа біреу алып қойған. Настроением жоқ болып жатыр менің, короче. Сонша өзімше мақтанып алайын деп едім сол номерді. Қайттан заказ бердік. Бұйырса енді жақын арада дайын болады деді. Хабарласып отыру керек, біліп. Просто так приехал. Ну, с одной стороны, не просто так, конечно. Мен таңдаған номерді басқа біреу таңдап қойды, бірақ та бір буквасын өзгертіп жібердік та. Тоже, в принципе, керек маған. И солай өзгерттік. Бұйырса енді дайын болған кезде көрерсіздер оны. Қайттан салу керек сары номерімді. Бүгін бізде мама деген базарға барып қайтқан ғой. Ерте мен құрсын мама тұр барып қайт деп өзім оятып жіберген ғой. Сөйтіп бүгін базарға барып бетім материал неден жабылды. Сөйтіп мен өзім бала шағаға бас көзі болам деп жіберген ғой маманы енді. Сөйтіп кеткен, енді сөйтіп келсе. Иә, сөйтіп Алтын Ордада менің қолдаушы апайым маған осындай бал қаймақ беріп жіберді. Әлем демеңізді алдым, үлкен рахмет. Жас келіншек па? Қараңыздар, прям күшті. Мен өзім жақсы көрем осындайларды. Бал қаймақ, жен деген нәрселерді прям жақсы көретін адаммын. Ал достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Даусымнан да белгілі болып тұрған шығар, ауырып қалдым, суыққа орнып қалдым, короче. Үйде жатқан едім. Гүлнұр шақырды мені, Гүлнұр келді да, үйде жата берме, кел, рамион іш деді. Рамион іштің бірден жазыласың дейді. Бұл күзде тұмаумен ауырып жазылып шықты, Иә, сондықтан жата бересің, так что кел, көрсет деді. Ичам, андай заботлый өзі деп қоясың. Орысша сіздер жаттығанын көрдің ба? Иә, орысша үйреніп, орысша сөйлеп кетеді енді кейін. Ой, рахмет. Күшті, Алла разы болсын. Мені қиял деп айтады. Танитын адамдарым, мысалы осы жасқа дейін еш тұрмысқа шықпады. Мен бұл жаққа как будто бір душамның екінші половинкасын іздеп келген сияқтымын бұл әлемге ше. Көпілеріңізге бір қияли нәрсе естілетін шығар, бірақ мен 9 класс оқып жүрген кезде мен алғаш рет сездім. Как будто мен басқа бір адамды сезетін сияқтымын екен. Сайнем күшті отырды, бірден түсіп қалады, как будто бір басқа теладағы бір душаны сезетін сияқты едім да. Содан бертін келе уже интернет дамығаннан кейін мен родственные души, близнецовые пламена деген нәрсені қатты зерттедім. Басыммен кіріп кеттім соған. Прям қатты зерттедім поэтапно. Соған енді қазір мен 100% уверен айта аламын, что маған арналған бұл әлемде бір адам бар. Мен соны іздеп келдім, сол адам тапқан кезде, наверное, сол адамға ғана тұрмысқа шығуым керек сияқты. Себебі басқа адамдар мен араласқан күннің өзінде ол адамдар шығып подругамыздың үйіне келдік. Чай ішуге, чай ішінде іргесін боянып алдық өзімізше. Білмеймін не үшін боянғанымызды. Бүгін достар, қалайсыздар? Мен деген Капитолға келдім, Ақтауға. Енді алдында қыздармен отырдым, тамақтар прям ұнады. Мен қарным ашып тұрып завтрак ішуге келдім. И бір жағынан мама, папаны да шақырып алдым. Бірге тамақтанатын боламыз. Прям еще уютно, как всегда. Музыкасы барлығы ұнайды. Сол қазір енді тамақ ішіп маманы күтіп отырмын. Келсін деп сосын бірге тамақтанамыз. Мама келді, папа да келді. Бүгін үшеуміз де свидание болып жатыр. Мама екеуміз құсаймыз ба? Менен жас көрініп тұрсыз ғой, мама? Да бар, жоқ. В общем, мама прикол. Айтқан сөздер. Ой, не деймін мама. Үйренде жүйрен деп қойсаңызшы. Ой.
хочешь не хочешь деді ғой. Просто сол. Неге махаббатын қарап тәтті боласың. Мама деген богатый тамақ ішемін деп осындай күшті креветка ет қараңыздар. Аппетитный ғой қараңыздар. И осындай күшті курицамен бердік. Ішінде молынан салынған ғой қыздар. Папа, сіз не бердіңіз? Соус мясо. Стрейт қойдым да? Что-то сондай. Күшті бізге ас болсын. Бізге жақсы отырыс. Медальон ғой? Сол, бізге жақсы отырыс болсын. Күшті әңгімелесіп отырып мамалар. Қанға келіп тамақтанып жатқан жайымыз бар. Ас болсын. Рахмет көп. Мына жақта мынаның аты не екенін білмеймін, осыны айт маған. Тәтті әйтеуір. Сладкий прям. Мына жақта қуырдақ жеп отырып ұқсайды. Жемепсің бұл өмірге келмепсің ғой. Қойшы. Екеуміз осылай тамақтанып жатырмыз. И бұйырса жақында съемка болады. Сол съемкасын ақылдасып жатырмыз. Видео түсірейін деп жатыр. Қоянхан біраз уақыт болыпты видео. Мен түрімді көрсете алмаймын. Мына жақтан көріп тұрған шығарсыздар. Көзімді скоро көрсететін боламын. Мына жақта ноутбукпен монтаждап жатыр видеоны. 8 мартта гүл беретін адам жоқ саған деп издеваться етіп жатыр еді. Қашан? Жоқ, сен айттың ғой. Гүл беретін адамың да жоқ шығар деп айттың ғой. Издеваться еттің ғой сен. Міне жіберді маған, міне. Міне, бүгін келіп достар, қараңыздар. Кімнен келді? Қарап жіберейік. Мына жақта. Вау, Арайкадан келді. Менің подругамнан келді. Жаным көп рахмет. Өте күшті, әдемі, ұнады маған. Осы 8 мартта гүл алмай кетем ба деп едім. Бүгін алдым. Бәрібір ғой. Көре алмай отыр ғой, қарасаңыздар. Тезірек жазылып кетті деп мына жақта. Жазыпты. Көп рахмет жаным. Күшті.